Алдағы жылдары облыста жалпы білім беретін 20-дан астам мектеп салу жоспарланса, оның 4-інің құрылысы басталды. Ғимараттардың сумен және көгілдір отынмен жабдықталуына 93 миллиард теңге бөлінді. Бұл туралы облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың өңірдегі ірі құрылыс компанияларының басшыларымен кездесуінде белгілі болды. Облыс әкімі Нұрақтөбе ауданындағы тұрғын үйлердің сәулеттік қасбеттерінің біркелкілігіне қатысты ескерту айтты. Сәулет жағынан осындай бірізділік Батыс 2 шағын ауданында да байқалады. Бердібек Сапарбаев Ақтөбеде тез тұрғызылатын үйлерді көптеп салуды тапсырды. Биыл 2-3 қабаттық үйлер Нұрақтөбе шағын ауданында бой көтереді. Облыста үй құрылысы комбинатының өнімдерінен 50 мың шаршы метр әлеуметтік баспаналар салынады деп күтілуде. Жұмыстарды бақылауды күшейту үшін құрылыс картасы, сонымен қатар пайдалануға берілетін ғимараттардың интерактивті картасы жасалып, апта сайын жаңартылып отырады. Облыс әкімі әрбір жаңа үйден жетім балаларға пәтер беру туралы бастама көтерді. Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың басты проблемасы баспана. Олар үшін жуырда әлеуметтік үй ашылды. Бірақ ондағы орын саны шектеулі. Жыл сайын мемлекеттік тұрғын үй қорынан 40-50 пәтер беріледі, бірақ баспанаға мұқтаждар саны одан да көп деді Бердібек Сапарбаев.